Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Табиғатта өте әдемі және адам баласына зияны жоқ жыландар да кездеседі. Сонымен қатар өте улы және өте қауіпті жыландар да бар. Бүгінгі видеода ең улы жыландар туралы сіздерге айтатын боламыз. Тайпан жыланы мекендейтін жері Австралияның солтүстік шығысы. Ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. Жылан уының күштілігі сонша, бір рет шаққанда 100 ересек адамды немесе 250 мың тышқанды ажал құштыртады. Бір шаққанда өлетін уының мөлшері 100 миллиграмм. Тайпан жыландарының зерттеу тарихы драмалық оқиғаларға толы. Көп уақыт бойы ғалымдар бұл жыланды ұстай алмады. Тұңғыш рет тайпан жыланы туралы ақпарат 1867 жыл жарық көрді. Кейінгі 56 жылдың ішінде ешқандай қосымша деректер табылмады. Австралияда жыл сайын тайпан уынан 80-нен астам адам көз жұмады. Сондықтан у қайтаратын дәрі ойлап табу қажеттілігі жоғары болды. 1951 жылы Сиднейдің жас әншісі Кевин Бадден бұл жыланды іздеуге аттанады. Ол тайпан жылан тауып, қолына алған кезде жылан әншіні шағып түседі. Бадден сол жерде көз жұмады. Жолбарыс жылан мекендейтін жері Австралия және оңтүстік жағалаудағы аралдар. Ұзындығы 1,5-2 метрге жетеді. Бұл жыланның уына тап болған ұсақ жануарлар дәл сол мезетте өліп қалады. Бір жыланның ішіндегі у 500 адамды ажал құштыртады. Жолбарыс жыланның уы жүйке жүйесіне тікелей әсер етеді. У жүйке орталығына жеткен кезде жыланның құрбаны қаза болады. Жолбарыс жыланмен кездесу өте қауіпті екені айдан анық. Алайда жергілікті тұрғындардың айтуы бойынша бұл жыландар өте қорқақ және адамдардан алшақ болуға тырысады екен. Өзге жыландармен салыстырғанда ол баспаналарға кіріп кетпейді және адамдарға тек қорғаныс мақсатында ғана шабуыл жасайды. Қара мамба мекендейтін жері оңтүстік Африка. Ұзындығы 150 сантиметрге дейін жетеді. Қара мамбаның уы өзге жыландарға қарағанда өте олардың арасына да кіріп үлгерген. Мамба қыс мезгілі келген кезде басқа жыландар сияқты ұйқыға кетпейді және балаларын жұмыртқаламай бірден тірі жыландарды дүниеге әкеледі. Басқа жыландарға қарағанда мамбаның сүйектері өте қатты. Соның арқасында ол басын бірнеше метрге дейін көтере алады. Ғалымдардың айтуы бойынша жер бетіндегі ең улы жылан ол қара мамба екені анықталды. Сіздерге осы видео ұнаған болса, лайктарыңызды басып арнаға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.